Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тіл сабағы 27-ші сабақ. Бүгінгі тақырыбымыз тасымал. Ең алдымен каналға жазылып алыңдар. Бірінші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал дейді. Бота, айналайын ботам, қандай күлте жотаң. Табандарың жалпақ, теріп жейсің жантақ. Иіліп тұр мойның, қанбайды екен ойының. Тостағандай көзің, әдемісің өзің. Әбдірахман Асылбек. Түйенің пайдасы қандай балалар? Түйенің пайдасы: түйені мінсең көлік, ішсең сусын, еті өте дәмді, және жүнінен төсеніш жасап, киім тоқуға болады екен балалар. Бота, табан сөздері қалай тасымалданады? Бірге тасымалдайық. Бота, табан. Келесі екінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Түйе төрт түліктің бірі. Ол шөлге төзімді. Тасымалдауға болмайтын сөздерді табыңдар. Түйе тасымалданады. Төрт тасымалданбайды. Түліктің бірі. Бұл сөздер тасымалданады. Бұл тасымалданбайды. Шөлге тасымалданады. Төзімді тасымалданады екен. Балалар, бұл сөздердің неге тасымалданып, неге тасымалданбайтын ережесін оқиық. Бір буынды және алғашқы буыны бір дыбыстан тұратын екі буынды сөздерді тасымалдауға болмайды. Мысалы, от, сүт, шаш, ақын, орақ, іні. Бұл сөздер буынға тасымалданбайды екен балалар. Үшінші жаттығуға назар аударайық. Сөздерді оқы. Бұл сөздерді тасымалдауға бола ма? Ата, ақын, іні, ауа, жент, әже, өрік, от, сүт. Бұл сөздерді тасымалдауға болмайды екен балалар. Себебі бұлар бір буынды және алғашқы буыны бір дыбыстан тұратындықтан біз оларды тасымалдап жаза алмайды екенбіз балалар. Сау болыңдар балалар. Тағы да басқа сабақтарды көру үшін, бұдан кейінгі де шығатын сабақтарды көру үшін менің каналыма жазылуды ұмытпа.